Қазақстан құрамасы Бельгияны қабылдайды. Әлем чемпионатының іріктеу кезеңіндегі соңғы ойынымыз 6-0 есебімен жеңілген Бельгияға қандай тосын сый дайындап отырмыз? Бұл ойыннан не күтеміз? Біздің жастарымыз қалай ойнап жатыр? Осы шығарылымды біз ұлттық құрамаға арнаймыз. Ендеше дәл қазір каналға қолдау білдіріп отырыңыз, видеоның астына лайк қойып, комментарий жазып отырыңыздар. Ал ендеше мен бастаймын. Спорт сіздермен бірге. Ерспорт YouTube арнасындағы барлық шығарылым Фон Тим достарымыздың көмегімен жүзеге асады. Фон Тим әлеуметтік желідегі барлық арналарына тіркеліп алыңыздар. Қызықты видеолар, қызықты контенттер сол жақта. Мен бастаймын дегенді қатырам өз. Негізі ұлттық құраманың енді кезек келді. Қазір соңғы ойын Бельгия, қазір енді бізде 7 ұпай бар. Лихтенштейнді 2 рет жеңдік және Солтүстік Македониямен тең ойнадық. Бельгиямен ойын енді біз үшін ештеңе шешпейді. Бірақ біз үшін енді бұл турнир кестесінде ештеңе шешпейді. Алайда жеңіп жатсақ, ұпай алып жатсақ, онда бұл біздің футболға үлкен бір жақсы жағынан әсер етеді. Енді Бельгия Астанаға келді. Де Брюйне жоқ, анау жоқ, мынау жоқ. Бірақ кім жоқ болса да Бельгия ол Бельгия. Қандай құраммен келсе де мықты команда. Ал біз қаншалықты дайынбыз? Мен енді ұлттық құраманың дайындық жұмыстарын өткенде Сейіл әріптесіміз бізді сол федерация шақырып медиа дей жасады. Яғни медиа бақ өкілдеріне ашық есік деген сияқты болды. Жаттығу барысын көрдік, ойыншылармен сұхбаттастық және дайындығын көріп қайттық. Біраз сұхбат алдық. Енді осы видеода солардың барлығын салып отырам. Қазір енді менің қасымда Сейіл Қожатай, футболдан Қазақстан футбол федерациясының баспасөз хатшысы. Дұрыс қой? Толық айтшы. Солай дей берсек те болады. Сейіл енді бүкіл футболға жауап береді. Журналистердің капитаны, ұлттық құрама негізінде. Дұрыс қой енді. Бізді осындай ұлттық құраманың ойынын келіп тамашалауға, жаттығуын, сұхбаттасуға мүмкіндік беріп отыр. Сейіл, бұл енді осыған дейін меніңше болмады менің карьерамда. Бір апта қалғанда ұлттық құрама бапкерімен, ойыншылармен сұхбаттасу, тренировкасын көру, бұл кімнің идеясы? Жалпы біздің департаменттің идеясы ұсынған мен. Жасырмаймын. Осындай жалпы ұлттық құраманың матчтарында, ұлттық құрама оқу-жаттығу жиында медиа күн деген негізі осы еуропалық ұлттық құрамаларында қалыптасқан идея бұрыннан келе жатқан. FIFA датасы басталған кезде, ұлттық құрама жиналған кезде бір күн ашық жаттығу болады, бір күн медиадай болады, журналистер келіп өз сауалдарын қоятын. Соны енді әдетке айналдырсам деген бір ойым бар. Енді бүгін соны бастадық. Білмеймін, бастамасы жаман емес деп ойлаймын. 4-5 ойыншы алып келдік, сұхбаттасты, қоятын сұрақтар қойылды. Жалпы негізі енді ең басты идея бұл халыққа жеткізу ғой. Халық көру керек, қалай жаттығып жатыр, ойыншылар не айтып жатыр. Көп ондай мүмкіндік бола бермейді ойыншылармен сұхбаттасуға. Баспасөз мәслихатына тек қана бір ойыншы келеді. Ол жақта санаулы сұрақтар ғана қойылады, жалпы ойынға қатысты ғана. Сондықтан осыны бүгін сәл еркінірек форматында өткізейік деп шешім қабылдадық. Енді баршаңызды сіздерге, әріптестерге ұнаған шығар деп ойдамын. Команда ертерек дайындалды. Ресейде ойнайтын Әліп, Самородов бәрі келді. Сәтбаевта кішкене жарақат бар екендігін айтты бас бапкер. Енді Маруалу Байсуфиновтың бұл 3-ші матч. Ұлттық құрамаға қайта оралғаннан кейін Лихтенштейнді жеңдік, Македониямен тең ойнадық. Енді Бельгияны ұтып кетсек тіпті керемет болар еді. Бірақ қиын, өте қиын ойын, біздің топтағы басты фаворит. Енді біз қазір қанша жерден тыңғылықты дайындалып жатырмыз. Ерте бастадық дайындықты, чемпионат аяқталды. Бірақ сол чемпионаттың аяқталғаны кішкене ойынға кері әсерін тигізуі мүмкін. Өйткені арада 3 апта өтті. Соңғы рет Астана Қайрат ойнағаннан кейін міне енді 15-інде бұл матч болады сенбі күні. Сондықтан да ойын практикасы жоқ. Тек Ресейде ойнайтын Самородов пен Нұралы Әліпте ойын практикасы бар, және мына жақта Қайраттың ойыншыларының ойын практикасы бар, ал басқа клубтардың ойыншылары ресми матч өткізген жоқ. Өзара енді Маруалу Байсуфинов айтты, ішімізде екіге бөлініп ойнадық деп, бірақ ол енді ресми матч сияқты болмайды. Сондықтан да осы алдағы уақытта осындай проблема болмас үшін күнтізбені дұрыстап тағы да бір қарау керек сияқты менің ойымша. Енді Бельгияға қарсы ойынға құрам толықтай дайын. 4 қорғаушымен ойнайтындығымызды да бас бапкер айтты. Нұралы Әліп те айтты. 4 қорғаушы жүйесінде ойнағымыз келеді деп. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Кеше ұлттық құрамаға қосылдым. Балдарды көріп риза болып отырмын.
Мен де өзімді түсінбедім, неге жарақат деп салып жатқанында. Менде жарақат жоқ, бәрі нормальный. Ойыннан кейін доктор хабарласты, қалайсың деді. Айттым, жарақат жоқ, дайынмын, 2 ойынға да толықтай. Бельгиямен матчта бас бапкер айтты ғой, өзіміздің ойынымызды ойнаймыз, сол 4 защитникпен, сол жақсы ойын көрсетеміз деген үміттемін. Әлібек Қасым осы 4 қорғаушыға байланысты өз ойын айтып өтті, маған өте сондай комфортты болды деп. Өзіңізге қалай 4 қорғаушымен ойнаған? Жалпы 5 қорғаушымен ойнаған жеңілірек пе, сізге 4 қорғаушымен ойнаған жеңілірек пе? Енді маған өзіме десеңіз, енді өзіміз бізде Зенитте 4 қорғаушымен ойнаймыз, уже соған үйреніп қалыптасып қалдым. Енді ұлттық құрамада да қазір өзгеріс болды. Мына соңғы 2 матчта өздеріңіз көргендегідей ол кішкене оңайырақ болды, себебі ортада дейтін 2 адам емес, 3 адам алдымызда жүреді, опорник ойнаған кезде. Мен ойымша 4 защитник оңай сияқты. Енді 4 қорғаушы жүйесі шынымен Нұрғалы Әліпке ыңғайлы, өткенде Әлібек Қасым айтты, маған ыңғайлы деді. Енді шынымен біздің мынандай Сәтбаев, Самародов, Чесноков сияқты жігіттеріміз бар кезде, Кенжебек сияқты жігіттер бар кезде бұл шабуылшыларды максималды түрде пайдалану керек. Сол себептен Байсофинов айтты, бұндай ұлттық құрама деңгейінде бұндай мықты көп шабуылшы болған жоқ, сондықтан да біз бұларды барынша пайдалануымыз керек, бұларды қалай біз қосал құрамда алып қаламыз, сондықтан да 5 қорғаушы жүйесімен ойнамаймыз деді. Өте тамаша, өте әдемі. Енді Бельгиямен қорықпай шабуылдауымыз керек, дұрыс. Олар бізге ойнауға міндетті түрде мүмкіндік береді. Олар сырт алаңда ойнап жатыр, ауа райы бар. Оның үстіне Астана Аренаның төсеніші жасанды, білесіздер, ол көп футболшыларға ыңғайсыз. Сондықтан да бізге ойнауға мүмкіндік береді. Бізде шабуылда болады, сол шабуылды барынша пайдалануымыз керек. Менің ойымша осы матчта Дастан Сәтбаев ойнаса, ұлттық құрамадағы алғашқы голын соғатын сияқты. Мысалы, бүгін Молдова мен Италияның ойынын көрдіңіздер. 90 минут бойы Молдова ұстап берді Италияның шабуылын, сөйтіп 90-дан кейін 2 гол соғып кетті. Енді физикалық күш бұл жерде шаршайды, әрине, оңай емес. Сол сияқты Қазақстан құрамасына да ертең Бельгияның қарқынына төтеп беруге болады. Ойнауға болады, тіпті гол соғуға да болады. Енді біз Бельгиямен 7 матч ойнағанбыз осыған дейін. Екеуінде тең ойнадық, алғашқы 2 кездесуде, одан кейін қатарынан 5 матч жеңілдік. Енді 8-ші ойын. Үйреніскен жау атыспаққа жақсы демекші, ойнауға бұл жорғада енді Бельгияны білет, клубтық деңгейде кімнің қалай ойнайтынын білет, сондықтан да өз алаңымызда 6-0 деген есебімен енді жеңу фантастика, бірақ мінез көрсетуіміз керек. Сол ойындағы есемізді қайтаруымыз керек өз алаңымызда. Енді бұл жерде тағы да бір айтатын бір мәселе бар. Бұл енді біз Солтүстік Македониямен ойнадық. Лихтенштейн ол түсінікті, жарайды, ұтуға міндеттіміз оны. Бірақ енді біз сол қайта бір өрлеу кезінде келе жатырмыз, бірақ Байсофиновқа бір андай қалай айтсақ болады енді. Үлкен рахмет, үлкен ризашылығымызды білдіреміз, өйткені бапкер жоқ кезде клубқа келіп, осындай нәтиже көрсетіп жатқанына, қазақша сөйлеп жатыр, қазақша рух беріп жатыр, қазақша жігер беріп жатыр, жаттығуда да қазақша жасап жатқанына риза болдым. Сондықтан да бұның барлығы ойынға әсер етеді. Және менің дайындық кезінде байқағаным осы тренировкаға барған кезде жігіттердің бәрінің езуінде күлкі. Бәрі мәз-мейрам, күлкі, бір-біріне әзілдеп, сондай бір жарасымды атмосфера көрдім. Негізі ұлттық құрамаға келген кезде қатты дайындалудың қажет жоқ, менің ойымша. Қатты дайындалудың қажет жоқ. Бұл жерде жақсы атмосфера болса болды. Жақсы атмосфера болса, ойынды да сондай жақсы деңгейде өткізуге болады. Мысалы, клубтық деңгейде қалай ашылу керек, қалай пас беру керек, қалай жүгіру керек, қалай тебу керек, оны өзі клубтық деңгейде көп уақыт өткізетін футболшылар сол жақта біледі, сол жақта жетілдіреді. Ал мына жақта өзі 2 аптаға келген кезде біреуге допты дұрыс тебуді үйрете алмайсың, біреуге қақпада қалай тұру керекті үйрете алмайсың. Бұл жерде командалық атмосфера, командалық көңіл күй әрі қарай ең бастысы осы. Мысалы, Али Алиевтің кезінде мен жаттығу жұмыстарында бардым, бірақ тура осы атмосфераға келген кезде менде бір өзгешелік байқалды. Алиевтің кезінде мен команданың ішіндегі атмосфераны білем, бір жаман болды деп айта алмаймын, ол жақта да жақсы болды, бірақ Байсофиновтың командасының көңіл күйі айырмашылық бар. Мына жақта қазір өте жақсы. Бір-біріне деген сыйластық, бір-бірімен әзіл, бір-бірімен ойын күлкі маған қатты ұнады. Сондықтан да бұл
көрдіңіздер, Македониямен қандай ойын болды, Лихтенштейнмен қандай ойын болды. Бұл ойынға міндетті түрде әсер етеді. Ал бір-бірін жаңағыдай қабақ түйіп, бір-біріне пас бермей, іштарлық танытып, көре алмай жүрген команда бұл команда болмайды. Сондықтан да мына жерде енді осы жағдай дұрыс екен. Соған көзім жетті, оны ойыншылармен де сөйлескенде айтты, бәрі жақсы, бәрі керемет, көңіл күйлері де әдемі. Сондықтан да осыны көріп бір риза болып қалдым. Енді қақпада Темірлан Анарбеков тұрады, ол ешқандай дау жоқ шығар, өйткені сол жаттығуға келген кезде Мұхамеджан Сейсен кішкене белін ауыртып алғандығын айтты тренировкада. Ол енді қаншалықты матчқа дайын болатынын білмеймін, бірақ Мұхамеджан да Темірлан да қайсы тұрса да екеуі де негізгі орамға лайықты. Жалпы осы қақпашылардың бәсекелестігіне өзің қандай баға бересің? Ол өте жақсы, өздеріңіз де көріп жатсыздар. Байқасаңыздар, қазір төртеуміз де қазақпыз. Бұл деген өте жақсы. Қазақ жастарда шығып жатыр артымыздан қаншама. Мен қуаныштымын. Тек Бекшнардан көрінген тілектесім артымыздағы інілерімізге. Енді мына жерде қақпашылардың ішінде үлкені Бекхан ғой, иә? Мына қақпашылар өздерінің араларында бір әңгіме болады. Бекхан осыған дейін бірде-бір ресми матч өткізбеген. Бір өткізсін, жол берейік, өзіміз бір келісейік, белді ауыртайық деген сияқты. Келісу деген әңгіме жоқ. Біздің бапкеріміз қалай таңдайды, кім дайын екен көреді, соны қояды ғой. Қорғаныс шебінде енді Әліп пен Қасым, сол жақта Жагоров, немесе Вараговский, оң жақта Қайыров ойнап береді, немесе Тапалов та қазір құрамда жүр. Енді жартылай қорғаныс шебінде Оразов, жартылай қорғаныс шебінде Қараман, ұлттық құрамамен бірге шабуылда енді Кенжебек, Сәтбаев, Самородов, Чесноков, 4 жігітке мен сеніп отырмын осы ойында. Байсофинов енді қорықпай ойнаймыз, шабуылдаймыз, мүмкіндік келсе гол соғамыз деді. Енді мен бір жағынан Талғат Маруал Байсофиновқа да сеніп отырмын. Тәжірибесі бар, жігіттерді қайрайды, жігері бере алады, достойно ойнап бере алатын сияқты менің ойымша. Одан кейін енді Фарер аралдарына қарсы ойын болады. Енді ол жолдастық матч, ол жерде де негізі біраз өзгеріс жасайды. Оны өзі де айтты, бір ротация болады, біраз жігіттерге мүмкіндік берем деді. Енді ол УЕФАның датасындағы жолдастық кездесу, өйткені қазір бүкіл құрамалар негізі 2 матчтан ойнайды, ал бізде әр үзіліс кезінде ұлттық құрама 2 матч ойнау керек. Сондықтан да бізде ресми матч Бельгиямен бітеді. Сондықтан да УЕФАның датасындағы жолдастық матч міндетті түрде өткізілу керек. Ол Фарер аралдарына қарсы өтеді. Енді ол жолдастық матч жайлы сәл кейінірек айтамыз. Бізге қазір маңыздысы осы Бельгия болып тұр. Астана суық қазір, Астана қар, бұл да Бельгия ойыншыларына әсер етеді деп ойлаймын. Сондықтан да енді жеңіп кетеміз дегеннен бұрын бұл ойында біз 1 немесе 2 гол соғамыз деп айтқым келеді. Голға толы ойын болады менің ойымша. Енді Бельгияға да 3 ұпай керек, әлі толыққанды әлем чемпионатына шықты деп айта алмаймыз. 1-ші орынмен, ал бұл командаға 1-ші орын керек. Сондықтан да жеңіс үшін бұл команда барын салады. Ойынға Құдай қаласа дайын боламыз, сеніп отырмыз оған, балалар да сеніп отыр, дайын болып отыр. Бельгияның күшін білеміз, бірақ бізге қанша рет айтып отырмыз, бізге игровой дисциплина, игровая стабильность деген нәрселерді ұстап отыру керек. Мына 2 ойынды көрсеткен, сол ойынды Бельгиямен Құдай қаласа көрсету керекпіз. Ал енді күшін біліп отырмыз, тағдар айтайын, бізді жігіттерге қанша рет айттық. Сопернигіміз қалай ойнайды, оны біз олай қандай мүмкін береміз, солай ойнайды деп ойлап отырмыз. Солай айттық балаларға. Ал енді бізге де бір қызығы болып отыр, сол ойынды күтіп отырмыз. Әрине енді Македониядағы ойынды кішкене Македония өзі түсінбей қалды, сюрприз болып. Ал енді әрине мына Бельгияға әлемге шығу керек. Ол командада 2 ойын, бізбен Лихтенштейнмен, сол 2 ойындың ішінде олар 3 ұпай алса, олар напрямую сол әлемге шығады. Әрине біз түсініп отырмыз, біздің ойымызды қарап, досконально изучить етіп отырғанын. Енді бізге де сол қызық болады, қандай мүмкін береді екен бізге. Бірақ біз өз стратегиямыздан шықпаймыз, сол ойынымызды ұстап, сол ойынымызды көрсету керекпіз. Енді негізі біздің 17 жасқа дейінгі жастарымыз Хорватияны жеңді, одан кейін Ирландияны жеңді. Екінші 19 жасқа дейінгі Тұяқбаевтың голы. Бүгін 21 жасқа дейінгі құрам ойнатты.
бірінші болып Рамазан Бағдат гол соғып, бірақ артынша 2 гол жіберіп алды. Енді бұл жерде проблема мынада. Біздің жастарымыз неге жеңілді? Өткенде Андоррадан жеңілді, Өзбекстаннан жеңілді, жолдастық матч, енді міне Словакиядан жеңілді. Мысалы қарасаңыз, Нұрымбет Ертісте ойнайды, Мыринский ойнайды Қайратта, және тағы бір ойыншы бар, Рамазан Кәрімов ойнайды. Міне осы 3 ойыншы ғана өз клубында тұрақты түрде ойнады КПЛ-да. Басқа жігіттер ойнаған жоқ. Басқа жігіттер қосалқы құрамда отырды маусым бойы. 4-5 матчқа ғана шықты. Ал енді бұл жігіттерден, бұл құрамадан қандай нәтиже күтеміз? Ферапонтовтан кінә іздеудің қажеті жоқ, футболшылардан кінә іздеудің қажеті жоқ. Бұл жерде ойын практикасы жоқ. Олар қалай ойнайды? Мәселе клубтарда. Сенбейді жастарға. Оларға уақыт бермейді, мүмкіндік бермейді. Мүмкіндік берсе, бұлар ойнайды. Ал біреу ойнап жарқ ете қалды ма, оны жұлдыз қылып, кәдімгі Қайрат Нұртастың деңгейіне көтеріп тастайсың да оны, легенда қылып, біз өзіміз. Содан ол көтере алмай қалады көбісі. Біздің де тарапымыздан бір сондай көтеріп тастайтынымыз бар негізі. Бір ойында 2 гол соқса, бір жас біздің шығып, оны мақтап тастаймыз, одан кейін ол бітті, өшеді. Енді клубтар содан қорқып шығармай отыр дей алмайсың ғой. Енді клубтар сенбейді, легионерлер ойнатады, жастарға мүмкіндік бермейді. Міне нәтиже осындай. Содан кейін біз Андоррадан жеңілеміз, содан кейін біз жеңіп тұрған ойын Словакиядан жеңілеміз, Өзбекстаннан да жеңілеміз. Өйткені уақыт жоқ бұларда, ойнай алмайды, ойын практикасы жоқ, сезінбейді ойынды. Содан кейін ұтылады. Ал егер шығарайықшы, мысалы Словакияны қараңыз, Слованда ойнайды біреу. Мынау Марселли деген Слованда ойнайды. Бомбардирі, мысалы қарасаң, мына кім бар тағда? Жилина деген клубта ойнайды. 2 ойыншы бар. Кәдімгі бұлар тұрақты түрде ойнауға мүмкіндік береді 19-20 жастағы балаларға. Словакияда, Европада. Ал бізде ондай жоқ. Ал негізі мүмкіндік берсе, Байбек та ойнайды, Жұмабеков та ойнайды, мына Бағдат та ойнайды, және Асқаров та ойнайды. Бір ойын ойнай алмайды, 2 ойын, 3 ойын, 4 ойын, 5 ойын. Піседі ғой, шыңдалады, дұрыс мотивация бер, дұрыс тренировка жасады, дұрыс режим ғой, бапкер ретінде ойнайды. Бірақ бізде мүмкіндік бермейді, өкініш сол. Содан кейін отырып аламыз да. Мыналардан болашақ жоқ, Қазақстан футболының болашағы жоқ, сенбейміз. Сенген қойымыз осылар болса, сенген жастарымыз осылар болса, бізді футбол жаба сал. Конечно, жаба сал. Конечно, сенгенің сондай болады. Өйткені сен клубтық деңгейде ойнатамасаң, олар не, Марсқа барып ойнай ма, или дворында барып ойнап тәжірибе ала ма? Вот, міне, мәселе клубтар сенбейді. Клубтар жастарға мүмкіндік бермейді. Содан кейін осы. Енді бұл жерде бапкерге байланысты, ойынға байланысты. 3-4-3 деген жүйемен ойнады Словакияға қарсы. U21-ден кейін болды іште, басқа жоқ. U25 деген жоқ. U21, Under 21, сосын ұлттық құрама. Талғат Маруалы Байсуфинов ұлттық құрама 4 қорғаушы жүйесімен ойнайды. Біз осыған үйренуіміз керек деді. Бірінші матч, екінші матч, Бельгияға қарсы да ойнайды, үшінші матч. Енді жастарымыз бір түсінбейтінім. 3 орталық 5 қорғаушы ойнады, 3-4-3 дегенің атакада 3-4-3, қорғаныста ол 5-4-2. 5-4-1 немесе 5-3-2 деген. Айналып келгенде 5 қорғаушы ол қорғанғанда. Енді үлкендер солай ойнап жатыр 4 қорғаушымен. Жастарды неге 4 қорғаушыға қазден үйретпейді, мен соны түсінбеймін. Жарайды 17-19-ға олар жайлы кейінірек. Мынау 21 Байбек та, ертең Асқаров та ұлттық құрамаға барады. Болашағы ұлттық құрама. Мына жақта 5 қорғаушы да, ұлттық құрамада 4 қорғаушы деген, ол мен түсінбеймін осыны, ол үйрену қиын оған. Сондықтан да ақыры ұлттық құрама 4 қорғаушы жүйесін көшті ма? Мыналар жастарды да көшірейік. Жастар да қазірден 4 қорғаушымен ойнасын. Ұтылма ойнайық, көрейік. Сосын олар анжаққа барғанда сол тактикаға дайындалып барады. Осындай бір өзгеріс болғанын қалаймын мен. Біздің әр поколение, мысалы ұлттық құрама, жастар, 21, 19, 17 бір ойын жүйесімен қалыптастырып шегеле баса, сосын біздің ұлттық құрамаға 4 қорғаушы жүйесінде ойната алатын бапкерді әкеп отырса, онда басқаша әңгіме болатын сияқты менің ойымша. Онда басқаша ойын болатын сияқты. Маруалы Байсуфинов 4 қорғаушы деді ма? Черчесов 4 қорғаушы ойнатты. Оның да біраз пайдасы тиді негізі. Енді міне Байсуфинов ойнатып жатыр. Осыдан кейін қандай бапкер болды? Ол да төртеумен сөйтіп кете берсек,
клубтар да ертең соғанда бір үйренетін сияқты. Өйткені біздің КПЛ-да ойнайтын клубтардың көбісі 5 қорғаушымен ойнайды. Сол андер 21-ді алда Молдовамен ойнаймыз өз алаңымызда. 4 қорғаушымен ойнайық. Көрейік. Ақыры соған дайын болып барады. Менің ойым осы. Жастар да үйрену керек деп ойлаймын. Сол үлкендердің тактикасына сонда барлығы бір-бірінің соңымен қуалап кете береді. Енді соттан да мен бұл жерде 21 жасқа дейінгі балаларды талантсыз ойнай алмайды, футбол ойнай алмайды, нашар деп айта алмаймын. Бұл жерде бәрі сол ойын практикасына келеді. КПЛ-да тұрақты түрде ойнатайық, сосын барып талап қойайық жастарға. Енді Бельгиямен ойынға қайтар болсақ, енді Бельгиямен матч бүкіл билет сатылып кеткен айтпақшы. Бүкіл билет сатылып кеткен. Мынау жанкүйер деген бағдарлама бар қазір. Сол арқылы билеттердің бәрі сатылыпты. Ертең аншлаг деп жазылып тұр тикетонның өзінде. Қолдау ерекше болатын сияқты. Сондықтан да сол қолдаумен Бельгияны апыр-топырын шығарып отырып кетсек, тура сол Данияны ұтқандай. Сол матчты мен жүргіземін. Енді бұл жерде ойын қандай болатынын қазір айту қиын, бірақ шама келгенше стадионның эмоциясын жанкүйерге беруге тырысамын. Дания, Финляндия, Словакия құрамаларына қарсы ойындағы жеңісті жағдай, жеңісті ойын осы ойынмен ары қарай жалғасады деген сенімдемін. Ұлттық құрама жайлы айтайық. Ұлттық құрама жайында бастысы бүгін бірінші күн барлық футболшылар жиналды. Өкінішке орай Бақтияр Зайнутдинов жарақат алды, сондықтан да алдағы матчтарда ойнамайды. Қайраттың футболшылары келесі матчқа қатыспайды. Дегенмен Бельгия қарсы мықты құрам жасақтайды деген пікірдемін. Талғат Маролов, Байсуфинов, Әлиевтің еңбегі зор, сондықтан да тең нәтижеге таласуға болады, күресуге болады. Сондықтан да бір гол соғу керекпіз. Баха ойнамайды, Тағым ойнамайды. Мұхамеджан Сейсен жарақаты бар, өкінішке орай. Кім? Исламбек ойнамайды. Исламбек кетіп қалды, бармай көрген жоқпын. Дегенмен басқа футболшылар бар. Мысалы, Исламбек Қуаттың орнына Георгий Жуков ойнады. Қасында Дінмұхамед Қараман бар. Сондықтан да оларды алмастыратын футболшылар бар. Ғалымжан Кенжебек бадында. Бірақ та соңғы 2 апта бойы чемпионаттың матчтары жоқ, өкінішке орай, бірақ та жаттығулар бар демекші, мүмкін бақылау матчтары өткен сияқты, ол жағын біз білмейміз, Максим Самородов, оның практикасы тәжірибесі бар. Нұралы Әліп ойнап жатыр, сондықтан да жақсы бір құраммен шығуға болады. Мысалы, қақпада Анарбеков, орталық қорғаушылар Әлібек Қасым мен Нұралы Әліп, оң қапталда Бағдат Қайров, сол қапталда Ян Вараговский ойнайды, Дінмұхамед Қараман, Георгий Жуков, сол қапталда Кенжебек Самородов және де Ислам Чесноков, Дастан Сатпаевтың сәл жарақаты бар, бірақ та 2-3 күнде алаңға шығады деген пікірім негізі. Рахмет. Енді өзіңіздің прогноз қандай бұл матчқа? Патриот болады, сондықтан да есеп 1-1 болсын. 1-1, тамаша. Біз бірнеше рет Бельгиямен ойнадық, өзіміз де болдық, 2-0, 3-0 ұтылдық, енді тең нәтижеге. Тамаша, бізбен бірге болған Ербол Қайыров. Мұртың брендовый. Екеуміз өзі стиліміз бір. Сәттілік кереке. Рахмет. Тамаша болсын. Давайте. Сондықтан да стадионға келетін жандар ұлттық құраманың жейдесін киіп, куртканың сыртынан киіп келу керек. Астана суық, теледидардан көретін жанкүйерлер теледидардан жанкүйер болайық ұлттық құрамаға. Бельгиямен ойын енді бір ерекше матч. Бұл енді ұтып кетсек тіпті тамаша. Жеңілудің да өзінің бір білесіздер ғой. Қайрат мысалы Интермен ойнаған кезде бір ренжіген жанкүйерді көрмедім. Достойно жеңілді дейді ғой. Солай бір мінез көрсетіп, соңына дейін достойно ойнасақ, біздің жанкүйерлерге де керегі сол. Достар, біз қазір Астана аренадамыз. Дәл қазір Бельгияға қарсы матчқа Қазақстан құрамасы дайындық жұмыстарын өткізіп жатыр. Журналистерге келіп сұхбаттасуға мүмкіндік берді. Ендеше қазір біз енді осы тұрғыда Аман Вайп YouTube арнасының авторы Елдардан сұрағым келіп отыр. Елдар, енді дайындық көріп отырсың. Марвановичтің сұхбатында көрген шығарсың. Жалпы не күтесің бұл матчтан? Бұл матчтан енді жалпы біздің команданың жеңісін мен күтпеймін. Негізі енді шыны айту керек, Бельгия құрамасында мотивация өте жоғары, өйткені олар бірінші орынға әлі толықтай бірінші орында емес. Оларға бұл жеңіс өте керек. Куртуа жоқ, Де Брюйне жоқ, Лукаку жоқ, бірақ ол футболшылардың деңгейі, скиллі біздің футболшыларға қарағанда әлде қайда жоғары. Сол себептен біздің құрамадан бастысы мен рух, жігер, намыс
Лихтенштейн деппін ғой, солтүстік Македониямен қалай ойнады, сондай ойынды осы Астана аренадан күтемін. Мейлі, егер Құдай сақтасын, әрине бір 4-0, 5-0 деген счет болса да, осындай ойын көрсем, мен біздің ұлттық құрамаға риза боламын. Енді қазір Кенжебек пен Дастан Сәтбаев негізі бабындаdır ғой. Сеніңше екеуінен қайсысы ұлттық құраманы ертең бір ұлы жеңіске жете алады болашақта? Иә, біз осы сұрақты да сараладық. Негізі егер Бельгияға қай құрам шығады десек, меніңше Дастан, Кенжебек және Самародов бірінші минуттан шығады. Дастанның да Кенжебектің де потенциалы өте жоғары, барлығымыз білеміз. Екеуі де чемпионатқа кететіні анық. Айтпақшы, бәрі айтып отыр ғой, сол кеше Ғалымжан Кенжебек Данди Юнайтедқа кетпейді, ол өтірік, жоқ, рас ақпарат. Данди Юнайтед, жоқ, кетпейді емес. Данди Юнайтед Ғалымжан Кенжебекке ресми ұсыныс жасаған әзірше бірінші клуб. Бір клуб. Ресми ұсыныс кәдімгідей хат жіберді. Бірақ ақшасы жағынан бір төмендеу болып тұр. Енді қазір уақыт көп қой. Бельгияға қарсы, сондықтан Дастанға да, жалпы ұлттық құрамада барлық ойыншыларға мүмкіндік қой. Егер Ламенстің қақпасына бір екі гол салса, онда Кенжебектің де мүмкін басқа клубтарға назарына ілігетін секілді. Сол себептен жігіттер барлығы салады. Ел үшін, жер үшін, әрине және өздері үшін аянбай тер төгіп. Бірақ енді бір Кенжебектің Шотландия чемпионатына енді кім баратыр қой, біздің бауырымыз Ислам Чесноков. Кенжебек сол басқа бір чемпионатта бір өзінің бағын сынаса екен деген бір ой. Рахмет, достар. Елдардың арнасында Александр Мрынскиймен сұхбат шықты, керемет шыққан. Аман Вайп YouTube каналына тіркеліңіздер. Рахмет, елдер. Қазір енді шынымен 17-19 жастағы футболшылар жеңіп жатқанына қарағанда, енді жеңіп жатқан көріп, шынымен де жастарымыз өсіп келе жатқанын байқауға болады. Бір ең басы бұл жерде қазір интернеттің заманы, TikTok, Instagram, анау мынау жұлдыз қып, оны жаңағындай звезда қып жіберуден кішкене тоқтатайық сондай нәрсені. Ойнасын, белгілі бір деңгейге жетсін, содан кейін барып мақтауын асыруға болады. Қазір оларға футбол ойнауға мүмкіндік берейік, бәріміз бірге. Онымен сұхбат алуды, просмотрды ойлағанша, өзінің жаңа бір страницаңның активін көтеруді ойлағанша, оны тастап, басқа нәрсемен айналысып, футболшыларға маза берейік қысқасы. Мен соны түсіндім. Оны жұлдыз қып, қайта-қайта сұхбаттап, оның билегенін, оның күлгенін, оның краштығын ана жаққа салып, оның жаңағындай бір просмотр жинаудың түкке қажеті жоқ. Өзіміз жұлдыз қылып, сол жұлдызды ертерек сөндіріп алмайық. Қазақстан, Бельгия матчты тамашалаңыздар. Қазақстан құрамасына сәттілік, Талғат Марауалы Байсуфиновқа сәттілік, ойын енді бір тартысты жағдайда өтеді деген ойдамыз. Ең бастысы, енді бұл жерде өз ойыңызды комментарийге жазыңыз. Ұлттық құрамаға қандай өзгеріс керек, кімді көргіңіз келеді, кім шақырылды, кім шақырылмады, және алдағы ойыннан не күтесіз? Комментарийде сіздің ойыңызды күтем. Каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз, коммент жазыңыз. Ерспорт YouTube арнасын қолдап кетіңіз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Бұл Ерспорт ерсің ерікпен. Бұл Ерспорт